Эртең мененки базарда мына ушул ат пачым болду. Базардын 150 миң сомго эл топтоп сатылды. 150 миң сом болду. Ушул кыргыз ат экен, жерде түстөгү. Бою деле 1.60 плюс-минус болуп калат. Улагы жакшы деп мактап атат, бuyakta элдер топтоп. Улагы жакшы экен. Ооба, чындыгы. Аэропортко жарыга калса кайра базар. Базар аты менен деп сатылды, жакшы экен бирок. 150 миң болду, 150 миңге сатылды. 50 миң, анан кайра өтүп кетти, 160 болду окшойт. Дагы сатылды, эки кол өтүп кетти да. Тугандар, ассаламу алейкум, урматтуу биздин каналдын катталуучулары. Бүгүн 11 январ, Бишкектеги пригородный жылкы базары. Биз видеону баштадык. Сиздер бирден мондай лайктан басып, подписка таштап туруңуздар. Астында эле биринчи мына ушул тору жылкыдан баштап көрсөтөм. Жашы, бою кандай экенин сурап, маалыматтап. Бунун жашы канча шеп? Жашы 5 жаш, 2 асы кыргыз эсеп. Ушунун бою канча азыркы учурда? 1.68. Улака жүрөбү? Улагы бар, Баасы канча деп атасыз? Баасы канча? 300 миң, Баасы 300 миң сом. Мына буту колдору улака жүрөт. Номериңизди айтып коюңуз. 078 086 222. Баасы 300 миң сом, бою 1.68 экен тугандар. Доллар бүгүн адаттагыдай эле 87 болдот. Ошол 300 миң сомду бөлсөңүздөр 87ге, ошондо доллардын курсу чыгат. Мына мисалы мен бир рабочий телефон менен көрсөтүп коеюн. Мына баасы 300 миң сом болсо, ушуну бөлөсүздөр 87ге, долларга 3448. Кийинки жылкарда ушундагы эсептей бересиздер. Болду. Мынан баасы канча экен мына өспүрүмдүн? Кандайсыз? Өчүп коюн калдыр. Сигарет чегип атасызбы? Чоң элек жатты эле. Эмне болгон жылкы, эмне болгон? Жашы канча бунун? Кунан болот. Жазга кунанды, кунан чыкма. Россияга? Россия. Бою канча бунун? 1.60 тегереги. 1.60 тегереги. Баасы? 150 миң. Баасы 150 миң. Мына, номерди айтып коюңуз. 503 0503 59 59 89 89 59. 1-2 жүргүзүп коесузбу ошо деп. Баасы 150 миң сом, жазга уже кунан экен, мына 2025ке. Бою 1.60 барып калат экен. Мына жакта негизи бүгүн аттар аябай көп түштү, бирок соода болгон жерлер аз эле болуп жатат. Биз арзан аттарды сурап көрсөтөбүз. Мына жабычан аттар канча экен? Ябайке, канча экен баасы? Баасы 130. Ар жагыңыз? 120. Жаштары кандай булардын? Жазга жаңасы болот. Жазга жаңасы. Бышты. Бою канча? 150 плюс, 150 чыгып калат. Баалар 130 миңден сурап жатат. Азыркы учурдагы сурап жаткан баалар мына ушундайча. Мына жерде жаңы эле 150 миңге алып кайра 160 миңге өткөн ушул ат. Так, кайсы аттан көрсөтсөм экен? Но жерде ат канча экен баасы? 140 жашычы? Экасы. Баасы 140 экен жанагы жерде ат. Акырын. Ал муна чүдөң эми. Эми салыңыз. Аттар негизи көп кирген. Ал муна аттар арзан бүгүн. Балар кандай? Баларына. Өкөн тең 180ден ма? Ана 125. 125, Мына ошо арзан атты бизден көп сурап калат. Баасы 125 миң сом. Мына бою деле 150 жогору, 155ке барып калса керек мына. Мына аланын жашы канча ал мына? 2 асы экен, Баасы 125 дедиңиз, 125. Мына миңен атыңызчы? Мынабы? Бир асыдан 2 асыга. 2 асыга өтөт. Баасы бу 180 дедиңиз, Ооба. Колуңузга койда. Кандайсыз? Сиздики канча болот баасы? Окшош эле 250 миң, Ал мына жана связь номерди айтып коюңуз, ала сатып көчөдө эле болот. Мага чыгар деп. Болду. Сиз жанагы номерге, Болду. Ал мына номерин алат керек болсо, баасы 125 дейт. Сиздерге айтып мен комментарийге жазсаңыздар. Жазып көрсөтүп берем номерин.
Жаныш байке, ең чоңа сізге оқшайды бүгін, а? Ассалаумалейкум, қандайсыз? Бой қанша бұның? 1.65, а? Жашы қанша әлі бұның? Жаңасы. Бағасы қанша олдады? Бағасы 450 мың сом. Номерді айтып қойыңыз. 0772 95 53 80. Улақа жүрет а бұйырса? Айып жоқ екен, мына. Аттың негізі чоң ат екен, көріңіздер, байқап. Басын 450 мың сұрады. Но жерді атқанша екен, но же? Негіз басы қанша дейді? 20 дейін? 150, 20 деген немесі бар екен, жақшы, басы 150 мың сом екен. 20 деген табыросыменен. Так. Мұны да қырғыз аттар тұрады. Мұнал ат бір жақ көз жоқ ұшайды, же бір атқа бір көз жетеуі? Басың қанша дос бұны? 160, бір көз жоқ екен, бірақ өзі төштері кең жылық екен. Жашы қанша бұның? 3 асы, 4 асы. Улақа керет, а? Номерді айтып қойыз бұ? Айт өріз. 0772 45-02-02. Бір-екі чүдеп жүріс қойыншы? Өзі-өзін қырғыз жылқы, бағасы 160 деді. Долларға дәлі $1,5 мың же олса $1,600 әті керек болады. Атына қырғыз ат, бойы дәлі 1.55-дің айланасы. Bir көзі жоқ екен бірақ. Мұна, көріңіздер. Жылқыны. Төш жақшы екен, төштің кеңіктері. Бұты қолдары өзіздер көріп жатқан. Торы қанша екен дос? 160. Жашы че? Екасы бе? Екасы, бағасы 160 мың сом. Алда тұрады. Баламыға қанайсыз? Жақсы? Башқа жар қазығы? Бағасы 160 мың сом. Байқап көресіздер. Таза қырғызылық екен мынала? Айланыштарымна. Бака келбеді бүгін. Ассалаумалейкум. Сіздер бе? Мен. Басы қанша екен мына не? Шеп? Басы 200 мың екен, жашы че? 3 асы, басы 200 мың екен. Мына латтың басын көрдіңдер. Бұны азыр бұл жақтағы қардар меніп көріп атыптыр. Байқап көресіздер. Так, мынанда да бір қап-қара жылқы тұрады. Мына қаратын басы қанша екен қаратын? 230. Қырғыз жылқы. Қарабайыр. Улағы бар ба? Мына чағып көріп алса болады екен. Басы 230 деді. Ұшының бойы қанша бар қылады? 1.50, а? Таза шыққан бой 1.50. Мына қырғыз жылқы. Байқап көресіздер. Номеріңізді айтып қойсын номеріңізді. 0708 74 60-75. Мына ұшы номерді байланышасыздар. WhatsApp бар екен. 1-2 мынау жаққа жүргіз қойыңшы. Мына басы 230 дейді. Ат негізі жақшылығы көрініп тұрады. Бұт қолдары жылқының көрініштері жанлар. Таза өзінің қырғыз жылқы екен шул. Ол кеңір айты бересіз. Қаяқтан келген дейсіз? Өзгеннен келген. Қырғыз жылқы, мына қарабайыр екен, қырғыз жылқы. Бойы қанша бұның? Бойы 1.55-ке жетпесе кетті. 1.50, а? 50. Бір-ек чүдеп ары бері емесін көшті бәрі жаңағы өнерлерін. Бұрдырықта көріп бар. Бір ары бері арылап өтіп кетіп. Басың қанша дедіңіз бұны? Басы 170 отам. Басы 170, мына көк құрт қашан байкен екен, мына көріңіздер. Таза қырғыз жылқы, аламандың аты екен. Басы 170. Бұты қолдары таза, а? Бұты қолы таза, жеген, ішкен, бүт бары таза. Номерді айтып қойыңыз анда. 703 0703 02-02-83 02-02-83. Азырына бұт қолдарын көрсетіп қойын. Бұл дағы аламанлылақтың аты екен. Мына бұт қолдары жылқының көрініші. Азыр еме өспірім тайларды көрсетейін ем.
Туғандар, өспүрүм тайлар жаққа өттім. Азыр өспүрүмдерден дағы малыма сұрап жеткірейін. Чарба тайлар қанша болып атат, пародистері қанша болып атат. Айбас. Ассаламу алейкум. Балар қандай екен, жақшы? Қанша екен бұлардың? 100-200, а? Носқы жашы қанша екен мұны кішекей? Өкөттен келе бір жаштан ба? Өкөттен келе палтарашқа екен. Бүрөсі ондай табросы менен. Табросы бар екен, ондай көрінбеген. Нонсы 200, жандағысы 100 000 сом. Бүрөсі четтікі бүрө өзінің 40 жыл қоқшайды, негізі чоң кісінесіне қарағанда. 100-200. Хазайынын азыр номері менде бар. Номерін сразу айтып қойын. Мына жерде Степнойдо Мидер деген байкебіздікі бұл. Так, азыр номерін қара айтып қойын. Мына ушул жылқылар номері 0508 070 544. Мына ушул номерде WhatsApp-дағы связь номері да бар екен. Мына көріңіздер. Мына жерде дағы базардың алды болған өткенде да тартқанмын. Мына ушул бұнан бош керек эле, тай екен есімен шығып қалды. Мынан Мына жашы құнан біле же, бүшті өле бұнан. Бұнан бүшті шықма, басы қанша олдат? Тартып келсіз қой. Сіз ассалам, қандай? Сіз көру алыптын да. 250 отасы бі? 250 байттан. 250. Бышты шықма? О, жазда 3-ке шығады. Жазға 3-ке шығады. Бойы қанша азыр құчырда бойы? Бойы 1.60 қағар қолатты. 1.60 қағар. Бұның документі бар деп отқанса? Документі бар. Документі, документі дағы ғана көрсетіңізші? Көрдің, көресіз. Болды, қысқасы бұл жылқын документі менен кен? Имподром, несіне мұна? Имподромнан шыққана тазаған екен, документі дағы бар кен. Бағасы 250 дедіңіз бе? Я. Бағасы 250. Номеріңіз айтып қойыңыз ғой бері? Номер 702 0702 13 0660. 0660. Мына жылқының бағасы 250 000 сом. Жазға бүшті шықма. Бойы азыр құчырдағы бой 1.60-ға барады екен. Азо үйретілген емес екен. Базарда бізде былтырқы құлындар, 2024-тің құлындары да көп келген, жазға бір жас шықмалар. Ойге, балар қанша екен мұналардың? Еркек ұрғачы ба? Ұрғачылар 55 000 сомдан. Өзі-өзден қырғы жылқылар екен, местный жылқылар. Так, теппей екен. Басы қанша олдат? 75. Палтарашқа бе? Ассаламу алейкум. Палтарашқа мұнал? 60-қа сұрады, берілбептір. Басы 75 палтарашқа ұрғатшы. Сұрап жатқан басы. Так, мына ушыл жерде дағы құлындар тұрады. Өкөтен еркек құлындар екен. Мына құлындардың басы қанша екен? 70. Өкөтен. Түшіп береткен, өкөтен 70-тен. 2024-тің жесені құлындар. Бұлардың балары қанша деп отасы? 55 000. Еркек ұрғачы ба? 3 өттен еркек, балары 55 000 сонда. Бере тұрған басы 55 000 екен. Номеріңізді айтып қойыңыз бұл? Шеп, номеріңізді. Жайында номер жоқ па? Номер жоқ па? Мейлі, 55-тен 50-ден деңіз бе, 55-тен деңіз бе? 60-та сұрат ал, 55-тен бересі. 55-тен бересі, а? 60 сұрат ал. Жақшы. Тоғытан құлында, местный. Жақшы. Еркек құлындар 55-тен байкебіз береді екен. Базарда ұшындайша балары. 3 өттен көреді. 3 өттен, болды. Паузада олды, как раз паузадан қой бердің. Жашы қанша бұның? 7 жаш. 7 жаш, аты кені чоңыл, а? Улағы бар ма? Улағы үйрек бар. 1.60 өрген. Басы қанша деп отасы? 160 000. Басы 160 000 сом. Емеге вариантта бар, қойса. Абмен дағылы өрес бе? Таза. Таза атында. Номеріңіз айтып қойыңыз. 708 055 055 444. Азыр ем жылқынмен өзімелі айланып көрсетіп қойын. Кечіктен бері негіз тамақ орып, біраз үндерім жақсы шықпай қалдат. Сіздерге болшынша
жакшылап маалымат берип атам. Мына короз болот го, баш кач экен а? Канча дейт экен басы, кандайсыз? Жакшыбы? Басы канча дейт? 180 дейби? А сизби? Меники де. 180 дейт. Жазга кунан а? Басы 180. Жазга кунан мына көрүңүздөр. Кара түстөгү өспүрүм жылкы экен. Бою канча мынан? Boyu 1.57. Boyu 1.57. Номерди айтып коюңуз. 0777 38 51 38. Мына ушул номерди байкебиздин Сивас номери экен, байкап көрөсүздөр. Мына ушун менен биз жылкы базарды аяктайбыз. Жана эртең сокулуктан көбүнчө эмнени тартып десеңиздер, ошону тартып берем. Комментарий сиздер үчүн 24 саат ачык. Жана ар бирин окуйм туугандар, бирок эми ар бирине жанагындай ответ кылып жазбайм, бирок ар бирин окуйм. Окуп сиздердин эмнени айткан деген сураган жылкыларды көбүнчө ошолорго басымды ошондой кылам да, комментарийди окуп туруп анан видео тартам да. Ошого кеңири ой пикирлер жаза бериңиздер. Мына биздеги Бишкектеги жылкы базар. Видеого лайк басып, каналга подписка таштап коюңуздар туугандар.